Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Балаларымыздың ең сүйікті печеньесі барниді үй жағдайында жасап көреміз. Менің каналымда кез келген рецепттерін таба аласыз, сондықтан менің каналыма подписаться батырмасын басып тіркеле кетіңіз. Бізге керек заттар, қолжетімді заттар, нақты мөлшерін описаниеда бөлігінде жазып кететін боламын. Енді бисмилlah жұмысымызды бастайық. Ең алдымен үлкен ыдысымызды алып, 2 жұмыртқамызды жарып аламыз және де 1 пиала қантымызды жарып, жақсылап миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Балаларымыздың барлығы барни печенье жақсы көретінін білеміз, сондықтан дүкеннен бір данасын 200 теңгеге алғанша өзіңіз үйіңізде осылай молынан жасап беріңіз. Және де дүкендегі барни печеньесінің құрамында ұзақ сақталу үшін бірнеше қоспалар қосылады, ал сіз өз қолыңызбен жасап берсеңіз, балаға ешқандай зияны болмайды. Жұмыртқамыз көпіріп болған соң 100 грамм бөлме температурасында сүтімізді құямыз және 100 грамм бөлме температурасындағы 82%-тен жоғары проценттегі сары майымызды салып тағы араластырып алатын боламыз. Ескеретін жағдай, сары майымыздың проценті 82%-тен жоғары болу керек. Егер одан төмен болып қалатын болса, сіздің барниіңіз қаттырақ болып піседі. Мен сары майды пайдаланбас бұрын холодильниктен 15 минут қана алдын шығарып қойған болатынмын, сондықтан видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене іртік болып, еруі қиын болып тұр. Енді қоспамызға 1 шай қасық қопсытқышымызды, яғни разрыхителімізді саламыз және де 220 грамм алдын ала електен өткізіп дайындалған ұнымызды 2 бөлікке салып араластырып алатын боламыз. Дәл осы рецептпен менде барни печеньесі 11 дана шықты. Байқасаңыздар, құрамындағы қоспаларының өзі барлығы өзіміз күнделікті үйде қолданып жүрген қолжетімді заттар. Сондықтан осы рецепті міндетті түрде сізде пайдаланып жасап көріңіз. Міне біздің пирогымыздың қоспасы дайын болды. Енді біз осы пирогтан 3 ас қасықтай кішкене ыдысқа бөліп аламыз. Оған 1,5 шай қасықтай какао салатын боламыз. Себебі біз қонжықтың құлағын, көзін, аяғын, қолын істеуіміз керек болады. Сол себепті осылай бөліп алып 3 ас қасықтай 1,5 шай қасық какаомызды қосып араластырып аламыз. Кез келген какао түрін пайдалана берсеңіз болады. Какаомызды жақсылап араластырып болғаннан кейін кондитерский мешокқа салып ұшын қиып аламыз. Бізге барни пирогын, яғни барни печеньесін пісіру үшін силиконды барнидің формасы бар коврик керек болады. Коврикті майлап аламыз. Енді кезекте біз құлағын, көзін, аяқтарын жасап шығуымыз керек. Сол себепті осы какао қоспасынан біз құлағын, аяғын, көзін мұқият жасап алатын боламыз. Қасықтың басымен тегістеп алсаңыздар да болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барни қонжығының құлағын, қолын, көзін және аяғын жасап алдық. Енді 1 ас қасықтай көлемінде ақ пирогымызды, дайындаған пирогымызды 1 қасықтай салып шығамыз. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай қасықтың көмегімен осылай аяқ қол жағына жақсылап жеткізіп тегістеп аламыз. Ал салмасына өз қалауыңыз бойынша кез келген шоколадты, варенье, сгущенканы пайдалансаңыз болады. Мен ақ шоколадты пайдаландым.
шоколадтың бетін жабу үшін тағы да кішкене салып тегістеп дұрыстап аламыз. Міне формамызға барлығын құйып тегістеп дұрыстап алдық. Енді 180 градуста пешке 40-50 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне барни печеньеміз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, балдарға ұнады, дәмді шығады екен. Дәл осы рецептпен сіздер жасап көріңіз. Ең тиімді және балаларыңызға зиянсыз. Алдағы уақытта дәл осындай түрлі рецептерді менің каналымнан таба аласыз. Сондықтан менің каналыма подписаться батырмасын басып та келіп кетуді ұмытпаңыз. Және де дәл осы видео ұнаған болса, лайк басып комментарий бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.